Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де төменде көрсетілген Instagram парақшама да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге Whoopie Pie тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл менің ең сүйіп жейтін тәтті тортымның бірі десем де болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, тортыңыз ауызда еритіндей керемет боп шығады. Алдын ала қайнап тұрған су буында шоколадымыз бен сары майымызды ерітіп суытып аламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқамыз бен қантымызды 1-2-3 бөліктерге бөліп, әбден миксермен шайқап аласыздар. Аппақ үлпілдек масса болғанша миксерлеп аласыздар. Сонан соң ерітілген шоколад пен сары майымызды үстінен құйып, оны да кішкене миксерлеп аласыздар. Құрғақ ингредиенттерімізді миксердің көмегімен 2-3 бөліктерге бөле отырып, жақсылап миксерлеп аласыздар. Миксерлеп болғаннан соң осындай масса шығады. Қою емес, сұйық емес, орташа консистенцияда болуы қажет. Ендігі кезекте диаметрі 21-22 сантиметр болатындай өлшемге сызып аласыздар. Сонан соң 3-4 ас қасықпен 4 бөлікке бөле отырып, шетін шығармай, теп-тегіс етіп жайып шығасыздар. Сонан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 3-4 минут аралығында пісіріп аласыздар. Ал енді кремін жасайтын боламыз. Креміне алдын ала салқындатылған сливки мен творожный сырымызды қоса отырып, біріктіре отырып, тығыз массаға келгенше миксерлеп аласыздар. Сонан соң қант ұнтағын қосасыздар. Мен шамалап көз мөлшерімен салдым. Әркім әрі қалай, біреулер тәтті болғанын қалайды, біреулер тәттісі аз болғанын қалайды. Мен өзімнің көз мөлшеріммен салдым. Сіздер де солай жасай беріңіздер. Ендігі кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Бүгін менде Whoopie Pie'дің шаригін шығармаймын. Мен тек тортты жинап, сыртын крем-чизбен қаптайтын боламын. Бұйырса, ендігі жолы Whoopie Pie'дің шаригін қалай шығару керектігін оны бөлек көрсететін боламын. Бүгін крем-чизбен қапталады. Кремді қапшыққа салып болдық. Салып болғаннан соң қапшықтың басын кішкене кесіп алдым. Қазір енді арасына жағатын боламын. Видеодағыдай кремімізді жағып шығасыздар. Мен осындай кальцон кигіздім. Егер ондай кальцон болмаса, жаңағындай Whoopie Pie'дің шаригін шығара берсеңіздер болады. Оған қиналсаңыздар, шаригін шығармай-ақ осындай айналдыра отырып, просто так бірінен соң бірін жинай берсеңіздер де болады. Тортымызды жинап болғаннан соң мұздатқышқа 2 сағатқа қойып қойсаңыздар, торт әдемі болып крем-чиз жағылатын болады. Ендігі кезекте кальцонды шешіп аласыздар. Шешіп, бетін, жанын шпательдің көмегіменен тортымызды біркелкі етіп, тегістеп шығатын боламыз. Енді крем-чизді дайындаймыз. Крем-чизді бөлме температурасында тұрған сары майымызбен біріктіресіздер. Сары май тым жұмсақта болмау керек. Орташа өзін ұстайтындай формада болуы қажет сары май. Сонан соң қант ұнтағын саласыздар. Мен шамамен 40-50 грамдай салдым. Үшеуін біріктіріп, бір массаға келгенше миксерлейсіздер. Сонан соң
миксерлеп болғаннан соң көк бояу қостым. Өзіңіздің қалауларыңыз бойынша сәндей бересіздер. Мен де бүгін осындай қырқынан шығаруға арналған торт жасадым. Сондықтан осындай крем-чизбен қаптап отырмын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, торттарыңыз керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Салтанат. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.